Ал достар, қараңыздар, Айша 4 әріптен тұрады, я? Біз әр әріптен 2 заттан аламыз деп шештік, себебі 4 аяқ әріптен тұратын болғандықтан. Бірінші А дегенге біз осындай алманың печеньесін алдық. А әріпінен келетін, сосын бізде алма алдық. Келесі И әріпінен осындай 2 йогурт алдық. Ш әріпінен не аламыз деп ойладық та, Ш әріпінен келетін шоколадтар алдық. Қараңыздар, осындай түрлі шоколадтар алдық. И соңғы А әріпінен біз агуша алдық. Қараңыздар, осындай 2 агуша алдық. И алманың жанында апельсин тұрғандықтан апельсин де ала салдық. Ал енді Айша тамақтанып